Екінші сабақты бастауға кірісейік, қыздар. Мына кеше бірінші қадамды жасадық. Сол қадам бойынша бірінші ретті, бірінші қатарды тоқып аламыз. Кешегі үйретілген бойынша тоқып аламыз. Екінші қатарға келу үшін бірінші қатар міндетті түрде тоқылу керек. Мына қараңыздар, кешегі біздің үйренген сабағымыз ол бірінші сабақ. Енді бүгін екінші сабақты үйренеміз, екінші қадамда. Қараңыздар, міне. Бірінші қатарды тоқып алдыңыз. Одан кейін екінші қатарды енді бастаймыз. Міне біріншісінен алмаймыз, екіншісінен, екінші жіп, мінекей бәрі жіптен қадам жасаймыз қазір. Мінекей екінші жіптің ішіне ілмекті кіргіземіз. Одан кейін жіпті өзіңізге қарай тартып, міне осылай шығарып аласыз. Мына екі жіп болып тұр ғой, екі жіпті ақырын бір жіп жасайсыз. Қараңыз. Міне өте оңай. Тоже екінші ілмекті тағы кіргізесіз, жіпті ішіне қарай тартасыз. Мына екі жіп болды. Екі жіпті бірге тоқып аласыз. Міне тағы да жіпті кіргізіп мына жерден шығарып аласыз. Одан кейін екі жіпті бірге іліп аласыз. Ілмекпен жұмыс істеу өте ыңғайлы және үйренуге өте қолайлы. Міне қараңыздар. Оңай әрі тез. Әр тоқылған жіптің ортасынан іліп алып отырасыздар. Қараңыздар. Міне ешқандай да қиындығы жоқ. Міндетті түрде біткеннен кейін, үйренгеннен кейін қайталап қолдарыңызды жаттықтырыңыздар. Қол жаттыққан сайын сіздің тоқымаңыз нақты әрі үйренгенге өте тез болады. Ешқандай да қиындығы жоқ. Қараңыз. Әрбір тоқыған ілмегіңіздің арасынан іліп алып тоқи бересіз. Осылай. Бұл екінші қадам болады. Қазір мен ары қарай көтеріп тоқи беремін. Сіздер де менімен бірге біраз тоқыңыздар, қолдарыңыз үйренеді. Бұл нәрсені қайталай беруге болады. Тура бірінші қадам қалай болды, екінші қадам тура сол. Тек жоғары қарай өрлей бересіз. Міне қатар біткен кезде біткен кезде тағы да қосымша бір рет іліп алып отырасыздар. Өйткені екінші қатарға өткенде өте оңай өте аласыз. Міне қараңыз, әрбір өзі белгілі болып тұр. Әрбір жерінде міне тоқылатын жер белгілі болып тұр. Сол жерден аласыздар, мінекей қайталай бересіз. Міне. Күнде бірнеше рет жасап, бір уақытыңызды бөліп, осыны қайталап миыңызда да ұстасаңыз, және қолыңызбен осыны жұмыс істейтін болсаңыз, тез үйреніп кетуге болады. Күніне уақыт бөліңіздер. Тоқыма үйренгеннен кейін уақыт бөлу керек. Уақыт бөлгеннен кейін уже сізде нәтиже алдыңызда күтіп тұр. Осы бір жағынан бұл тоққанда тығыз, өте тығыз тоқылады. Және бұл да бір не сияқты, өрнек сияқты болып, кейін осы бойынша шарф тоқи берсеңіздер болады. Дәл осы узормен шарф тоқуға болады, снуд тоқуға болады.
түрлі нәрселер тоқуға болады, ковриктер тоқуға болады. Міне біткеннен кейін тағы да бір қосымша ілмек іліп аласыз. Міне келесі неге көшесіз. Тағы бір рет қатар тоқып көрсетейін. Міне ешқандай қиындық нәрсе жоқ. Баяғыда ата-аналарымыз бізді ағаштан ойып, дұрыстап жонып, әдемілеп бізге осы ілмек жасап беретін. Болмаса сым темір, ауылда сым темір деген болушы еді ғой, сол сым темір деген бізге біз жасап беретін осындай. Біз деп айтатынбыз, қазір ілмек дейміз енді. Осындай біз жасап беретін, басына жіп орап сөйтіп қоятын, әдемілеп. Сол нәрселермен біз үйрендік. Қазір енді Құдайға шүкір ғой, бәрі бар магазинде. Бір алып қойсаңыз, ол ешқашан тозбайды да, үйде тұра береді. Онымен көп нәрсе істеуге болады. Сондықтан әр нәрсені қиындатпай, әдемілеп тоқып үйреніңіздер. Қолөнер деген өте керемет. Ата-бабамыздан келатқан салт дәстүріміз бір жағынан. Біткеннен кейін міндетті түрде бір жіпті артығымен тоқып аласыздар. Міне сонда мынандай керемет узор шықты, қараңыздар. Әр қайсыңызға ұнау керек. Осыны қайталап тоқи берсеңіздер, тоқыманың бастапқы қатарлары сізді үлкен жетістікке алып келеді.